Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге бауырдан жасалатын өте керемет дәмді болып шығатын котлеттің рецептісімен бөлісетін боламын. Менің каналымнан алыстамаңыздар, видеомды соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге картошка, пияз, сәбіз, чеснок, ең бастысы бауыр қажет болады. Сосының барлығын ет тартқыштан өткізіп аламыз. Барлығын өткізіп алған соң шетінен бастап ыдысымызға, табамызға құятын боламыз. Ең алдымен бауыр, оның үстіне картошка, сәбіз, пияз, чеснок барлығын жақсылап салып, дәмдеуіштерін қосатын боламыз. Ал енді дәміне қарай кішкене тұз, қара бұрыш, бұл жерде тағы менде кішкене ас қасық сода бар, соданы қосып, оның үстіне 2 жұмыртқамызды жарып жібереміз және 1 стакан сүтімізді құятын боламыз. Барлығын бір араластырып алатын боламыз. Араластырып алған соң үлкен қасықпен 5 ас қасық ұн салатын боламыз. Қазір қоюлығын сіздерге көрсететін боламын, солай шығуы тиіс. Біздің массамыз дайын болды. Осы кезде табамызға сұйық майды құйып, қатты қыздырып алатын боламыз. Ал енді котлеттерімізді шетінен бастап ыстық майға қуыратын боламыз. Бірінші бетін пісіріп алған соң асты өте тез пісетін болады, тез айналдыру қажет. Біздің котлеттеріміз пісіп шықты, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Назым. Қош сау болыңыздар.